Армысыздар, құрметті бүгінгі шарамызға қатысушы оқырмандар, қадірлі әріптестер. Сіздердің назарларыңызға Семей қаласындағы Абай атындағы кітапхана алаш қайраткерлерінің шығармашылығын, қоғамдық қызметін таныстыруға бағытталған Алаш онлайн жобасының кезекті санын ұсынады. Біздің бүгінгі лекциямыз исі қазаққа есімі белгілі 20 ғасырдың басындағы публицист, ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа Шоқайдың қоғамдық қызметіне арналмақшы. Мұстафа Шоқай жер бетіндегі бүкіл түркі тілдес халықтарды бір мүддеге жұмылдырмақ болған бір тұтас мәдениет пен бір тұтас мәдени болмысты қалыптастырмақшы болған бірегей тұлға, мемлекет және қоғам қайраткері, күрделі тұлға болып халықтың есінде қалған. Осындай үлкен лауазымға ие болған даңқты алаш қайраткерінің шығармашылығы мен қоғамдық қызметін таныстыру үшін бүгін бізде қонақта болып отырған Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің профессоры, мемлекет және қоғам қайраткері, Мұстафа Шоқай ғылыми орталығының ғылыми жетекшісі Әбдіжәміл Қошқарұлы ағамыз бізге келіп отыр. Әбдіжәміл Қошқарұлы, арамызға қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп, бүгінгі шараға қатысып, біздің әріптестерімізге, оқырмандарымызға лекция оқып беруге келісім бергеніңізге көп-көп алғысымызды айтамыз. Бүгінгі шара біздің барлығымыз үшін де бір тағылымды, тамаша, тағылым алатындай шара болады деген сеніммен сөз кезегін өзіңізге ұсынамыз. Бүгін сізбен қатысып отырған біздің Шығыс Қазақстан өңірінің кітапханашылары және де біраз осы жерде алаштанушы тұлғаларымыз отыр. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Құрметті қатысушылар, біздің шарамыз Zoom-ның берген бағдарлама уақыты бойынша 40 минутқа негізделген, дегенмен кейде біз осы 40 минутқа сыймай жатамыз. Ондай жағдайда сіздермен бірге қайтадан осы ссылка арқылы кіруді сіздерге ұсынамыз. Ісімізге сәттілік тілей отырып, шарамызды бастайық. Әбдіжәлел Қошқарұлы, сөз кезегі өзіңізде. Мархабат. Құрметті конференцияға қатысушылар, сөз басында осы бір игі істі ұйымдастырып отырған Алаштың астанасы кешегі ұлы Абай, Шәкәрім, Мұхтарлардың бас қаласы Кәкім Абай атындағы кітапхана ұжымына және осыған ақыл кеңес берген азаматтарға алғысымды айтқым келеді. Бұл бір игі іс болып отыр. Менің айта кететін ағайындар, мен өзі 80-нің үстіне шыққан адаммын, сондықтан мынадай нәрселердің өзін көп біле бермеймін. Әлде қалай кемістік болса кешірерсіздер. Енді осы тақырыптың негізгі тұлғасы болып отырған Мұстафа Шоқай туралы бір-екі ауыз айтып кеткенді орынды көріп отырмын. Өйткені Мұстафа Шоқай қанша дегенменен елімізге кеш келді, 90-шы жылдары. Шығармалар әлі көп адамдарға белгісіз. Сондықтан Мұстафа Шоқайды біресе олай талдап, біресе бұлай талдап, біресе олай айтып, бұлай айтып жүргендер де бар. Сондықтан сіздерге бір-екі ауыз айта кетейін. Жапонияның ғалымы Ояма Томохихо деген кісі Мұстафа Шоқайдың шығармаларын мен танысқаннан кейін былай деген екен. Барамыз ба? Микрофондарыңызды кешіріңіздер, сөндіріп қойыңыздар. Сол кісі былай деген екен. 20 ғасырдың басындағы Ресейдің өршінде және төңірегіндегі ұлы реформаторлар мен революционерлерді еске түсіре тұрып, айтып, жеке-жеке атай отырып, оның ішінде Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы, содан кейінгі Тұрар Рысқұловты атай келіп, Дауысың шықпай қалды. не
ықылас қойып тыңдайықшы ағайындар, сөз бөлмей. Ал енді осы сөзді Мұстапа Шоқайдың 12 томдығымен танысқан кісілер 2012-2014 жылдары шыққан 12 томдықпен танысқан, азын-аулақ танысқан адам, азамат осының шындық екенін біледі. Шындық екеніне көз жетеді. Ол еңбекке 9 тілде жазылған шығармалар кірген ол томдыққа. Екінші бір айтатын нәрсе, Мұстапа Шоқай 24 және 34 жылдары Ұлыбританияда 6 рет болып баяндамалар жасаған. Әсіресе корольдік халықаралық қатынастар институтында жасаған баяндамасына зор қызығушылық танытқан. Арнайы оның Малькольм деген кеңестің төрағасы хат жазып бергені бар. Біз аса қызығушылық таныттық. Сізге көптен көп рахмет. Бізге көп мәліметтер бердіңіз деп. Ал бұл осындай жабық мекемеде оның үлкен мінберінде сөйлеу, кім болса соның тағдырына жазыла қойған жоқ ағайындар. Тағы бір мысал келтірейін. 42 жылы 8 ақпанда Парижде Мұстапа Шоқайдың 40 өтті. Сол 40-ында бұрынғы Украинаның Халық Республикасының сыртқы істер министрі профессор Шульгин былай деді: ол тек заң түріндегі үлкен адамға да емес, шын мәнісіндегі үлкен елдің, бүкіл Орта Азияның, барлық Түркістанның нағыз көсемі болатын деді. Бұл сөздер жайдан жай емес ағайындар. Бұл белгілі бір жағдайда Мұстапаның кім болғанын байқататын дүниелер деп ойлаймын. Ал енді Мұстапаның шығармалар саяси қызметінің мұраты менен шығармашылық мұрасының мәні мен мазмұнын Түркістан, автономия, азаттық, тәуелсіздік, ұлттық мәдениет, ұлттық тіл, ұлттық мемлекет сияқты терең мәнді ұғымдар түсіну қиын. Енді көбісін сіздер білесіздер. Ал енді біздің мына Түркістан деген нәрсеге байланысты мен сіздердің назарларыңызға мынаны айта кетейін. Өзі Мұстапа Шоқайдың 230-дан астам шығармасы тек Түркістан тақырыбымен. Түркістандағы тағысындағы келе береді. Сол атау, ол атауды Мұстапа Шоқай мынадай мағына берген. Біріншіден, бұл 4 бөліктен тұрады. Бірінші бұл Қазақ өлкесі, Семей, Ақмола, Торғай және Орал облыстары. Екінші Түркістан өлкесі, Жетісу, Сырдария, Ферғана, Самарқан және Каспий облыстары. Үшінші бұл Қарағанды мен төртінші Хиуа хандығы. Міне осы 4 аймақты қамтыған. Сондықтан Түркістан Мұстапа Шоқайдың пайдаланған Түркістан терминін айтқан кезде біздің есімізде осы үлкен аймақтар тұруы керек. Тек бүгінгі ғана Түркістан облысы емес, кешегі Түркістан өлкесі ғана емес, осындай үлкен аймақтар тұру керек. Ал енді осы аймақтардың алдындағы мұратты, аса бір қасиетті мұратты Мұстапа Шоқай былайша тамаша бейнелеген еді. Бұл 1936 жылы Берлин радиосынан Түркістан жастарының алдындағы сөйлеген сөзі. Тыңдаңыздаршы, біздің құбыламыз өзіміздің ата жұртымыз. Ата мекеніміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру, бәрі бір мақсат, бір мұқабат вазипа болмақ. Мұны түсіну керек, ұмытпау керек. Өткен Түркістан халқы батыр халық, түрік халқы арыстан, ер халық дейді. Мінекей, осы бір жарым бет тұратын сөз керемет мағыналар, керемет ұғымдар, керемет мазмұн беріп тұр. Мен осы байқап жүрмін. Алаштың көсемдердің сөздерін қараған уақытта осындай сөзді кездестіру өте сирек. Бұл белгілі бір Мұстапа Шоқайдың деңгейін, белгілі бір парасатын көрсететін нәрсе. Ежелден ұлы дала мекен еткен, еркін өмір сүрген көршілерімізмен бірде шабысып, бірде табысып келген қазақ елі 19 ғасырдың екінші жартысында патшалық Ресейдің отарына толықтай көшті де тәуелсіздіктен айырылды. Бір жыл айырылды.
Енді отарлық езгеге қарсы, отарлық озбырлыққа қарсы сіздердің хабарларыңызда бар шығар, бірде 200-дей көтерілістер болды деді. Ол мынау өздеріңіз білетін Сырым Датып, Исатай мен Махамбет, Есет Батыр, Кенесары, тағыстағы толып жатқан батырлар осы азаттық үшін күрескен болатын. Бірақ айта кететін нәрсе, бұл күрестерде азаттық үшін күрескенменен, бұл күрестің ең соңғы мазмұны, ең соңғы мәні, түпкі мәні ашыла қойған жоқ. Сондай бұл сол отарлық езгіні, отарлық жағдайды біздің алғашқы азаматтарымыз да, Алаштың алғашқы азаматтары да білді. Мысалы, Ресейдің білімін алған, Европаша білімін кеңейте түскен ұлы ғалым Шоқан былай деген еді: халық дамудың қандай дәрежесінде болмасын, ол өзін өзі сақтауы керек, ол өзін қорғау керек, ол өзін билеуі керек, және өзіндік соты болу керек деді. Бұл шын мәнісінде ойлап қарасаңыздар, тәуелсіздіктің формуласы. Бірақ Шоқан Уәлиханов та түпкі мақсатты көрсете алған жоқ. Келесі, кәсіби кәсіпкер Ыбырай Алтынсарин былай дейді: егер осы орыс селендер осылай ретсіз көшіп келе беретін болса, күндердің күнде жақсы халық, болашағы бар қазақ халқы жойылуы мүмкін, қайта жөндеуге келмейтін қайшылықтарға ұшырауымыз мүмкін дейді. Мен таң қалам, соншалықты көргендігі, сол өз кезіндегі жағдайды білуі, және соның бүгінгі күні осындай шындыққа айналып отырғанына біз таң қаламыз. Ол тәуелсіздік кезінде ғана. Ал енді Ұлы Абайымыз да бұл жағдайды білмеді емес. Ол орыстың білімін, ілімін, өнерін білу керек деп отырып, пайдалысына ортақ болу үшін, зарарынан қашық болу үшін орыстың тілін, білімін білу керек. Ал зарарынан қашық болу дегенде ойланып қарасаңыздар, бүгін қанша біз атам заманнан келе жатқан керемет салт дәстүрімізден айырылғанымызды өздеріңіз білесіздер. Бірақ та бұл Алаштың алғашқы азаматтары да түпкі мақсатты, азаттықтың түпкі мақсаты айқындай алған жоқ. Өйткені қоғамның олардың кінәсі емес, бұл сол кездегі қоғамның дамуының кінәсі. Ал осы мәселенің бәрінде шешкен біздің Алаштың азаматтары. Біз Алаш қозғалысына тікелей қарыздар халықпыз. Мына Әлихан Бөкейхан айтқан: менің аталарым қандар қазаққа қарыз болып кетті, ал мен сол қарызды өтеймін деп еді. Шынында да өтеді. Бірақ Әлиханды біз әлде өз деңгейінде танып біле қойған жоқпыз ғой деп ойлаймын. Ендігі бір бұл қозғалыс 1905-7 жылдардан басталды. Ал енді осының мына несінде, партиясының бағдарламасында мынадай нәрсе бар. Олар айтады: міне, егер Ресей демократиялық республика болатын болса, онда біздер соның ішіндегі өз билігіміз өзімізде мемлекет болар едік дейді. Яғни автономия туралы әңгіме болып отыр. Мына осы арада тағы бір айтатын нәрсе, автономияның Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсын, біздің Мұстафа Шоқай тағы ұлылар сол Петербургте болғанда, бұл кісілер осы автономия туралы үлкен идея ашқан. Оған себеп мынадай бір айтайын. 1917 жылы апрель айында Мұстафа Шоқай Ташкентке шақырған хат алады. Өйткені ояқта мұсылмандардың өлкелік съезі құрылтайы болатын еді. Соған дайындалып жүріп, бұл Петербургтегі жұмысшы солдат депутаттарының комитетінің төрағасы Николай Семенович Шықайдзеге келеді. Шықайдзе сұрайды: немен айналысып жатсыңдар дейді. Сонда Мұстафа Шоқай айтады: біз Түркістанда автономия құруға талып танып жатырмыз дейді. Сонда Шықайдзе шошып кетеді: ойбай Шоқайұлы, айта көрмеңіз автономияны, ол деген бөліну болады, бұл ерте, айта көрмеңіз деп шошып кетеді. Сонда Мұстафа Шоқай айтады: біз дәл қазір оны түгелей шешкеніміз жоқ, біз Түркістан құрылтайында қараймыз, бірақ дегенмен де осы автономия алуға қандай кедергі бар? Ал енді өздеріңіз егер хабарларыңыз болса, сол кезде большевиктер де, ал мына мұсылман халықтар, артта қалған халықтар, өздеріңіздің дәстүрлеріңізді, салт дәстүрлеріңізді қалыпқа келтіріңіздер,
қарап отырмаңыздар, азаттыққа жетіңіздер деп айқайлаған кім Мұстафа Шоқай білмеймі? Бірақ сіздер білесіздер, оның бәрі де уақытша болды да кейін басқаша кетті ғой. Енді осы автономия туралы айтқанда ең тұңғыш рет осы автономия Орта Азияда, Түркістанда, Қоқанда орнады. Бірақ уақыты ұзақ болған жоқ. 64 күн ғана өмір сүрді. Кеңес үкіметі оны қиратты, большевиктер. Қоқан қаласын күлге айналдырды. Оның басшыларының бәрін тұтқынға ұстады. Тұтқын қалды. Мұстафа Шоқай әлде қалай тұтқыннан босап, Ферғана тауларын аралап келіп, Ташкентке келіп, соның ар жағында көптеген тарих бар. Оның Мария Шоқаймен жолыққаны бар, некелескені бар, тағы бар. Шет елге кетуді ойлайды. Енді оның Самара, Уфаға барғандарына мен тоқтанбай қояйын. Енді Мұстафа Шоқай Францияға келгеннен кейін мәселені басқаша қарайды. Автономияның өмірінің ұзақ емес екенін, Ресейдің жағдайында автономия құрып өз алдына мемлекет болып отырудың мүмкін еместігін. Сондықтан ол Париждің Oriented Occident деген журналында ұзақ мақала жазады. Ол мақаласында Ресей саясаты және Түркістан ұлттық қозғалысы деген мақаласында біз автономия өткен өміріміз, біз тек қана тәуелсіздікке жетпей болмайды дейді. Сөйтіп 29 жылдың желтоқсаннан 39 жылдың тамыз айына шыққан Яш Түркістан журналында, бұл журнал Түркістан азаттығының туы болды. Соның ең бірінші санында шыққан біздің жол деген шығармасында былай дейді: біз Түркістан азаттығын ойлаушылар тек тәуелсіздік үшін күресеміз. Бұдан басқа жол жоқ, болмайды дейді. Ал одан ары қарай былай дейді: біз ұлттық мемлекет құрамыз. Сонда ғана біз өз еліміздің нағыз қожасы бола аламыз дейді. Мінекей көрдіңіздер ме, қандай мәселе қойды. Ендігі Мұстафа Шоқайдың шығармаларының бәрінде де басынан бастап осы аяғына шейінгі Түркістан туралы жазылған мақаласының көбінде де тәуелсіздік, ұлттық мемлекет деген қатар жүріп отырады. Және тәуелсіздіктің мағынасын, кең мағыналарын береді. Және тәуелсіздіктің кең мағынасын аша отырып, ұлттық мемлекеттің не екенін де біледі. Бұл керемет мұралар еді. Бір мақаласында былай дейді: Түркістан әдебиеті хақында француздар не айтады деген мақаласында былай дейді: рухани мәдениеттің халықты есейтетін және жетілдіретін қуатын атап көрсетеді. Сөйтіп былай дейді: Түркістан тек өзінің саяси тәуелсіздігі үшін ғана емес, сонымен қатар түріктің ұлттық рухани мәдениеті үшін де күресуде дейді. Ал енді өздеріңіз ойланып қараңыздар. Біз тәуелсіздік деген алдық, ал біз ұлттық рухани мәдениет үшін күрес алдық па? Күрес алған жоқпыз ағайындар. Ойланып қараңыздар. Менің бәлкім артықтау айтып отырған жоқ, бірақ шындық осыған келеді. Енді жаңа айтып отырған тәуелсіздік, бәрі ұлттық мемлекет деген нәрселердің бәрі де, Құдайға шүкір, біз тәуелсіздікті кеше Мұстафа Шоқай осыларды айтқаннан кейін 60-70 жылдан кейін тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік қазір мемлекетімізде 30-ға тарта мемлекеттік, кәсіптік, ұлттық мейрамдар бар. Соның ішіндегі ең мықтысы, ең қадірлісі, ең қасиеттісі біздер үшін тәуелсіздік. Оған ешкімнің дауы жоқ. Біз бұрын өз алдымызға мемлекет бола алмадық. Мен мысалы комсомолда жүргенде, кеңес үкіметі кезінде парламенттің ешқандай өзінің Қазақстан парламентінің делегациясы өзінің алдынан шықпайды. Ал енді кеше 9 жыл депутаты болып жүргенде, мен бірнеше елдерге арнайы Қазақстан парламенттердің делегациясы құрамында. Бұндай нәрсе болған жоқтығын. Міне бұл. Біз әлемдік қауымдастықтан өз орнымызды алдық. Өз алдымызға мемлекет болдық. Өз алдымызға ел болдық. Бұл үлкен жетістік, керемет жетістік. Бұны ғасырлар біздің ата-бабаларымыз армандап, ғасырлар күресіп, қан төгіп, өмірін беріп келген нәрсе.
Бүгін сондықтан да біз тәуелсіздікті жиі айтамыз. Рас, бұдан артық мейрам жоқ. Ал бірақ осы тәуелсіздіктің мағынасына, терең мағынасына біз ұғыналдық ба? Рас, біз белгілі бір жағдайда солтүстік көршімізден тәуелділіктен айырылдық, тәуелдікті жойдық. Бірақ абсолютті тәуелсіздік деген жоқ. Белгілі бір адамзаттың қауымдастығында отырғаннан кейін араласып отырасың. Бірақ біз өз ішімізді, өз тірлігімізді әлі шын мәнісінде жасай қойған жоқпыз. Мен мысалы мынадай нәрсені айтар едім. Алаш қозғалысы ең алғашқы шыққанның өзінде Әлихан Бөкейхан анау Выборгтегі жиналыста 1906 жылы болу керек. Сонда сөйлеген сөзінде біздің тілімізге еркіндік беріңіздер. Біз іс қағаздарын қазақша жүргізейік деп сөйледі. Өйткені тіл тәуелсіздіктің тұғыры, тіл тәуелсіздіктің кілті. Мұстафа Шоқай айтады, ұлттық рухтың негізі бұл тіл дейді. Ал ұлттық тіл дейді. А біз бүгінгі жағдай қалай? Мысалы сіздерге айта кетейін. Кеше парламент сайлауында үлкен мемлекеттік мінбе соған шығып тұрған жігіттер, өзіміздің қара көздеріміз 3 сөйлемнен тұратын антты да дұрыс оқып бере алмады ғой. Бірақ солар депутат болды. Енді екінші бір мәселені айтайын. Қазақстан Республикасының конституциясы қабылданды. Конституцияда қазақ тілі мемлекеттік тіл деді. Бұл анау 89 жылғы үлкен егемендіктің елең алаңдағы біздің ұлтшыл азаматтарымыздың үлкен күшімен болған дүниеді. Бірақ ол сол үлкен күштен өз кейін халықтың саяси белсенділігінен қорықты ғой дейміз. Сол кездегі билік бұны қазақ тілі қоғамдарын жаймен жоюға, жаймен істен шығуға итермеледі. Ал енді қазақ тілі туралы заңда қабылданды. Сонда қазақ тілі конституцияда мемлекеттік тіл қазақ тілі деп тұрып, заңда қазақ тілін білу борыш дейді, парыз дейді. Ал парыз деген араб тілінде екі мағынаны білдіреді. Ая парыз дейді, хипая парыз дейді. Ая парыз дегені міндетті білу дегені. Ал екіншісі білсең біл, білмесең ғой деп қойған нәрсе. Міндетті деп жаза алмадық. Сондықтан да біздің қазақ тілі бүгін мешара күйде деп айтамын. Әлде де бұл мемлекеттік жүйелерді, арнайы әлеуметтік жүйелерді бұл әлі екінші қатарда орыс тіліне келді. Тағы бір мәселе айтайын. Бүгін республикада 7000-нің үстінде мектеп бар. Сол 7000 мектептің 54% ғана қазақ мектептері. Бұл не деген масқара? Сонда тәуелсіздік қайда? Ал біздің мына Астанада, Нұр-Сұлтан аталатын Астанада 91 мектеп бар. Соның 34-і ғана қазақ мектебі. Сонда бұл Астана басқа қалаларға үлгі болудың орнына өзі кері кетіп отыр ғой. Міне осындай жағдайда біз тәуелсіздік толыққанды орнады деп айта алмаймыз. Мен айтар едім, бұл мәселеге байланысты Қасым-Жомарт Тоқаев, өздеріңіз білесіздер, тәуелсіздік бәрінен қымбат деген мақаланы айтты. Мақаласында былай деді: біз тәуелсіз ел болу, оны жариялаумен бітпейді деді. Үлкен еңбек керек деді, үлкен тіршілік керек деді. Шынында да, өйткені біз ғасырлар Ресейдің, одан кейінгі кеңестік заманның құлы болып отырдық. Сондықтан да қордаланған мәселе көп. Әрине оның бәрін бірден орындап қалмады деп ренжуде болмас. Бірақ дегенмен де батыл қимылдар керек қой деймін. 97 жылы қабылданған заңға әлі өзгерістер енген жоқ. Міне осы нәрселерді айтып, мен былай дегім келеді. Жинақтай егенде. Біз Мұстафа Шоқайдың шығармаларында, Алаштың шығармаларында, олардың өсиеттерінде, олардың идеяларында жақсы меңгеруіміз керек. Және бүгінгі заманның ұсынып отырған ой тұжырымдарын жақсы білуіміз керек. Бүгінгі тәуелсіздіктің қағидатты принциптерін жүзеге асырып оны біз тәуелсіз елдің тұғырлы тұлғасы бола аламыз. Мен, ағайындар, сіздерге айтарым, осы сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынмын. Әбдіжәлел аға, Мұстафа Шоқайдың Әміре Қашаубаевпен кездесу туралы не айтар едіңіз?
Францияда Мұстафа кездесті. Шоқай әміремен 2 рет жолықты. 25 жылы, 27 жылы. 27 жылы жолыққанда тіпті Мұстафа Шоқай мына елдегі Әлихан Бөкейхандарға қатты алып келді. Бірақ бұның бәрін кәнбе біліп отырды. Өздеріңіз білесіздер, сонша тамаша дауыс. Егер сояқта дауыс айтқанда партияда отырған адамдар құлақтарын жауып отырған екен. Ойпырмай осындай да дауыс болады дегенде. Міне керемет. Мұстафа Шоқайға әмір айтады, мен қалғым келеді дейді. Мұстафа Шоқай айтады, жоқ әміре айналайын, саған қалуға болмайды дейді. Ал әміренің соңғы жағдайы сіздерге белгілі. Ол біздің кешегі кеңес үкіметіндегі ОГП дейма, бұлар өзі фашизмнен кем бола қойған жоқ ағайындар. Далада өлтіріп кетті, есігінің алдында. Міне осындай жағдай. 2 рет кездесті. Арнайы шақырды қонаққа, бірақ әміреден басқа ешкім барған жоқ шақырғанда. Жақсы, рахмет. Енді сіз Мұстафа Шоқай ғылыми зерттеу орталығының жетекшісісіз. Сонда қазір Мұстафа Шоқайға байланысты тың деректер табылып жатыр ма? Мынадай жағдай. Біз былтыр бір топ мұғалімдеріміз, ұстаздарымыз Грузияда болдық. Бір 10 шақты күндей Грузияда болдық. 2 жылдай Мұстафа Шоқай Грузияда тұрған. Оның тұрған үйде Кірбаедіп 23 деген үйде тұрған. 2 жылдай, бірақ болған әлі мына мемориалдық тақтада қойылмаған, ол ешкімнің ойында жоқ. Бұрын бір әңгіме болғанда мен Сорадағы бір жақсы Ломоносов университетін бітірген философпенен таныстым, қазір сонымен қаталысыпта тұрам. Сол айтты, біз мемориалдық тақта қойғымыз келгенде бұрынғы елшілік бұған қарсылық білдірді деді, бұның қажеті жоқ деп. Енді бірақ қазіргі жұмыс істеп жатқан елшілік арнайы жазылған мақалаларын беріп жібердім, 15 парақтай мына мәліметтер бердім. Сонда біздің байқағанымыз, бұрын жинаққа кірмеге 5-6 мақаласын таптық. Мұстафа Шоқай негізінен 40 шақты бір көшек атпен жазылған. Өте қиын болды. Қараймыз, тақырып келеді, бірақ мұнаяқтағы астына қойған қол, біресе жанай дейді, біресе ем дей салады, біресе тағы бір деген дей салады. Соныменен зерттей отырып, 52-ші нөмірінде Вольный горец деген журналдың 2-ші нөмірі 5-6 мақаласын тауып алдық. Болдық билетікелерді. Архивте болдық үлкен архив. Амашылық болса біз осы Москваға да барғымыз келетін жоспарларымыз бар. Ал енді 2-ші шартшылықта бәлкім Францияға да баратын шығармыз. Мұстафа Шоқай туралы материалдар қазір бізде көп. Дегенмен ашылмаған мәселе әлі көп. Әсіресе мына Түркияда Мұстафа Шоқай туралы жазғандар да, Түркияға алып кеткен Мұстафа Шоқайдың дүниелері де біздің қолымызға түгел түсе қойған жоқ. Жақсы, аға, көп рахмет. Бізге берілген уақыт мәресіне жеткен сияқты. Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар. Егер сұрақ болмаған жағдайда шарамызды аяқтасақ, 2 минут уақытымыз қалды. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Аға, алтын уақытыңызды бөліп, бізге көңіл бөлгеніңізге көп рахмет. Сіздің бұл лекцияңыз Алаш электронды кітапханасының бейне лекциялар қорында сақталатын болады. Кез келген уақытта, кез келген оқырман ашып, осы лекцияны тыңдай алатын болады. Мен сіздерге тек рахмет айтамын. Бұл іс өте жақсы іс. Біз Алаш мұрасы әлі бізде толық өзіне тиесілі нәрсені ие бола қойған жоқ. Өздеріңіз білесіздер, Әлихан Бөкейханның 150 жылдығына ЮНЕСКО қабылдағанда біздің сол кездегі өкімет басшысы телевизорға шығып, бұны өткізуге бізде қаржы жоқ деді. Мінекей Алаш мұрасына деген көзқарас осы, бірақ қазіргі кезде бірсыпыра нәрселер жөнделіп жатыр, бетбұрыс болып жатыр. Біз Алаш мұрасын білмейінше, шын мәнісінде тәуелсіз ұлттық мемлекеттің перзенті, азаматы бола алмаймыз ағайындар. Мен сіздерге тек қана табыс, отбасында аманшылық, осы бір қиыншылықтан аман-есен шығып, мына президентіміз айтып отырғандай, жаңа Қазақстанның азаматтары болайық. Сол үшін еңбек етейік, сол үшін тер төгейік. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын.
Көп рахмет аға. Мұстафа Шоқайдың мұралары әлі де табылады, кейінгі ұрпағы тың деректермен танысады деген ниетпен біз осы шарамызды осы жерден аяқтайық. Барлықтарыңызға алғыс айтамыз. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Рахмет. Сау бол. Аман болыңыздар.